уландық қой. Үйде уланғанда біз жерге тамақпен, сумен білінбей қалады үйде жүргенде да. Сол балалар дейтін таңға жақын біздер, мен өзім мына кеше тергеушіге дейтін, біздер өзіміз аяқ қолмен құсып жатқанымды білем. Тергеуші де келген үйге, бәрін келіп тексерген, кілемнің бәрі құсық. Мен жатқан жерім, жаңа балалардың жатқан жерім, келіншегімнің жатқан жерде құсық бәрі. Тек аяқ қол істемейді, басымызды көтереміз, бір қапталы құсып жаттық та, сол жерде уланып қалдық, қатты уланып қалдық. Енді біздің уланғанда сол кезде біздер таңертең таңға жақын білдік қой, бәрін. Сол келіншегім айтты, ана берекет құтта балам көгеріп жатыр деп. Сол кезде жүгіріп тұрған, шокпен риск орнынан қалай тұрған білмеймін, жүгіріп көтеріп келіншегім екеуміз қарап не істедік, далаға шығардық. Сосын Мариямды қарадық. Мариямда не істеді, уже ана екі үлкен балам да құсып жатыр, папа құсайшы деді, құса ғой дедім, о да жүгіріп ана екеуі де көгеріп кетті. Сосын скорыйдың алмаған, мен де кеше затқа да айттым, скорый алмаған. Сосын тергеушіге де айттым, скорый телефондан көтерген жоқ. Сөзін шынын айтқанда, маған да даже айтқан адамдар да бар. Пультке түскен, ол бірақ маған 102-ге соққанда, 102 сразу келді маған үйге. Милициялар сосын келгенде газдың иісі шығып жатыр деді. Біз уже білмейміз иісті. Үйреніп қалған үйдің. Угардың иісі шықты, қараңдар деп. Сол кезде олар рациямен шығып, жаңа газовиктер, скорыйларды шақырып берді. Оларға мыналысы полиция қызметкерлеріне сразу. Сол кезде ана Батырхан үшінші балам ода көгеріп не істеп жатқанда сразу скорый келіп, біреуін не істеп қарап далаға шығарып, сразу ана милициялар ана екі баланы далаға шығарды. Біздер далаға шығарды, біздер ана баланы қарап, не істеді уже көгеріп кетті. Бұл кезде арадан бір 5 минут өткеннен кейін тағы да топырлап скорыйлар келді. Сосын біздер уже мен ар жағын комға не істеп қалдым, уже неге кетіп қалдық, больницаға кетіп қалдық. Больница айтты енді сразу балдар. Ал көршілеріңіздің улаған екенін қайдан білдіңіздер? Біз білген жоқпыз. Бізге айтылған жоқ. Сосын газовиктер келген, егер газдан ешқандай угар жоқ деген. Сосын енді астыңғы үйде барып, біздің үстімізде үй жоқ қой басқа. Менікі 9 этаж болған соң, біз басқа менің жоғарымда үй жоқ. Сол кезде келгенде астыңғы үйде аштырып қараса, олап кетіп қалған, үйінде ешкім жоқ. Қолдары жіпсіз байланып тұрғаны, жаңа удың составын анықтай алмай отыр. Бірақ приблизительно біліп тұр. Бірақ сонда да, как положено, медицина жағынан қорытынды керек дейді да ол. Жаңағыдай болып, печатный, бізде сол бәрі мойындаулы, бәрі. Бірақ сонда да енді ол кісі неде бостандықта жүр әлі да. Сол ғой мен айтайын деген, әділдік қайда деген, әділдік керек маған. Мен кеше өткенде 23-інде ма, балдарымды 23-gün балдарым жерлеп келдім. Ол кісі әлі үйінде дейді, бір жерде жүр дейді. Неге қамалмайды, неге экспертизаны қорытындысы тез керек та маған. Сол экспертиза неге анықталмай отыр. Уже бір айдан асып кетті балдардың қайтқанына да. Біздің өзіміздің уланған фактілерімізде бәрі де болып тұр. Кеше мен өзім ана медициналық сараптамасын барып тергеушіге барып таныстым, қарадым. Бәрі ойдағыдай, бірақ именно жаңағы дәрінің составы табылмай тұр. Сосын бұл өше енді бәріне де келесі сабақ болсын деп айтқым келеді, бұл Қазақстанға. Не дәрі не істелмей қойса екен, енді сатылмай қойса екен, соны қолға алса екен деген деді да. Енді басқа да кеше фактыларда болып жатыр, мына 2-ші мекеме, 3-ші мекемеде де болып тұр сондай улану фактісі, бірақ олар әйтеуір уақытында шығып дер кезінде естілген екен да. Енді сол жағында дәріні сатпаудың амалын істеу керек та, енді сол жағында енді мен бастан өтті. Бұл бірінші жағдай емес, жалпы болған біздің алдымызда да болған оқиғалар. Сол ғой маған да оңай емес екі баладан айырылған. Полицияның менің жұмысына ешқандай күмәнданып тұрған жоқ. Кеше барып таныстым, протоколдарында бәрін қарап, бәрі де мойындалып тұр. Оларды тек қолы байланып тұрғаны жаңа экспертизаны анықтай алмай тұр, удың составын анықтай алмай тұр. Енді ол қасақана өлтірілмеген ғой, енді мен кеше таныстым, бәрін қасақана емес. Жаңа халатынсыз ғой енді. 5 жылдан статьялары бар, мен ол көп ондай затқа түсіндіре алмаймын ол зат. Бірақ полиция қызметкерлеріне жұмыстарына мен айта аламын, дұрыс жасап жатыр деп, олардың тергеу амалдары жақсы жүріп жатыр. Олардың просто қолы байланып тұрған жаңа не дәрілік заттың составын анықтай алмайды, сөзін шынын айтқанда. Кінәлі тұлғаны жазаланған қалай? Менде ол кісі қазір данный момент бостандықта жүр.
бостандықта дейді, 16 кәмелет жасқа толмаған баласы бар дейді, оны қамай алмаймыз дейді, заң бойынша да. Енді оларда енді милиция, полиция қызметкерлері де айтып тұр, ол біз заң бойынша ол енді істей алмаймыз деп қолымыздан келмейді, бірақ оның енді заңда бар ғой, кәмелет жасқа толмаған бала затты енді ол қорытындысы келмей, біз қолымыздан шара жоқ деп тұр да ол кісілер. Баланы жерлері алдында бір күн бұрын бір келіп кетті, бір ол кісі келген жоқ, енді бір тумаластарыма келген, сосын бір жерлеп, балдарды жерлеп болып, бір арадан 1-2 күн өткеннен кейін тағы бір кісілер келген. Онда да біреуінде маған келді, мен өзім шокпен тұрған кезде, мен сөйлескім келіп тұрған жоқ, ешкім далада тұр едім, маған ешкім сөйлескім келіп тұрған жоқ. Сосын біздер үйде жоқ кездік, келіншегіміз үйде жоқ, екеуміз далаға шығып кеттік, енді жаңағы не істейік деп. Сол кезде келіп, үйдегі мен мамама келіп, папама соларға келіп, сосын айтқан, біздер ата әжесі болғанымен, біздер дында істей алмаймыз, әке шешесіне кешірім сұраңыз деген. Содан кейін ешкім келген жоқ бізге.